машина бұрып келе жатқан кезде мына оң жақ төбеден шекеден тиіп мына құлақтың түбінен шығып кеткен. Ол жоқ, короче. Содан машина тоқтаған кезде айналдырып жатқан ғой. Машинаның ішіне 29 оқ таптық біз. Очередьпен атқан. 5 автоматтан ба 4 автомат. И екінші оқ машина тоқтаған кезде мына желкесінен тиген. И ол оқ миында қалып қалған. Ол енді где-то 20-30 метр жерден атылған оқ қой автоматтан. Оны алған. Стамбулда 25 адам жоқ дегенде бір 100-ден артық адам өліп кетті. Соның қаншамасы айтылмай қалды. Біз 25 болса ішіне кіріп кетті ғой. Бізде евсіз қалған балалар болды. Істеген қылықтарының бәрін кремльшілдердің өздерінің істеген қылықтары ғой дейді. Уақыт өтеді, бірақ қанша айтқанменен енді время лечит дейді орыста, бірақ соған қарағанда да мынау үлкен адам әкесінің шешесінің алдында баланың өлгені өте қиын дейді екен. Мен шынын айтсам мына 3 жыл болды. Есімді енді жиып келе жатырмын. Оның үстіне шешесін жерледім, вообще шок болды. Мен ойлаймын, өмір сүргім келмей кетіп еді. Қоя ғой деп өзім ұстап, өйткені мына кішкентай алдымда 2 немерем қалды. Соларды жеткізуім керек. Енді білмеймін, мен өмірден шын айтса бір жағынан түңіліп те кеттім. Өйткені еш жерде ешқандай шындық жоқ. Осыншама өмір сүріп, мен 40 жыл осы системада істеп келдім, госслужбада істедім, бірақ мынандай беспредел болғанын мен көрген емеспін. Таза коррупцияның, нағыз коррупцияның басталғаны осы. Енді өкіметтің мен әділ болатын әлі де болса сенбеймін. Сол кезде мына жерімде қалып еді, сол не әлі күнге шейін қалды. Мен өкіметтен ешқандай әділдік көріп отырған жоқпын. Мен өйткені өз басымнан келіп мынандай жағдайларды көріп отырғаннан кейін айтып отырмын. Ал енді әділдік іздеген талай адамдар жоқ. Біреуін мен сол әділдікке қол жеткіздім деген естіген емеспін. Ешқандай өмірдің өзгерген ештеңесі жоқ бір жақсылық жағына. Просто елді қорқытып тастады. Қатты қорқып қалды. Біздің қазақты көтеру өте қиын, бірақ көтерілісі басы өте қиын. Енді негізі өкімет басында отырғаннан кейін ол халықтың адамы ғой, сол халықтың жағдайын ойлау керек. Самый главный халық мысалы бекерден бекер шулай бермейді ғой. Бекерден бекер жыламайды, жүгірмейді. Жағдайлар болмағаннан кейін айтады. Ішінде бар шығар енді арандатушылар, мынаны айт, мынандай айт дегендер. Бірақ енді таза халықтың өзінің жағдайы нашар болғаннан көтеріліп айтады олар. Ең бірінші халықты ойлау керек қой, бірақ мен өкімет басында халықты ойлап отырған адамды көрген емеспін. Мен баяғыдан білетінмін, өзімнің ойым сондай болатын. Өкімет басында халықты ойлап отырған депутатың да, министрің де жоқ. Бір адам жоқ, олардың бәрі тек қана өзінің жағдайын, өзінің қалтасын. Мен ойлаймын, депутатқа барғандар деген мына өкіметтің бар ғой, мысалы депутатский неприкосновенность деген. Олар әбден қалталарына басып алған, содан кейін өздерінің артынан расследование жабу үшін бәрін депутаттыққа отырып алып, соларды ұстап отыр, заңды контроль етіп отыр, заңның бәрін өздерінің қадам басқанына байланысты бұрып отыр. Енді ішінде бар шығар, мынау қазір шығып жатқан енді жаңа жас депутаттар шығып жатыр дейді, бірақ олардың да бір үлкен жетістікке жетіп жатқан дегенін білмеймін. Қашанғы дем бола беремін, 70 жыл болды ғой дем болып келе жатқан. Ақырғы 30 жылда вообще құл болып кеттік қой бәрі. Сатылмаған жер қалмады, сатылмаған Қазақстанның байлығы қалмады. Бәрі қарап отырсаң 50%-ның жоғарыларының бәрі шет мемлекет, басқа мемлекеттерде. Біз қазақтарда мұнайдың өзінің бір 15-20% акциясы біздің қолда деген не масқара. Жердің асты болған Менделеевтің элементінің бәрі 99% бізде, бірақ біреуінде де ие болатын шығар. Билік жасап отырған бәрі шет мемлекеттің адамдары.